ұзақ жарнаманы ұнатпайтынын білемін, бірақ қазір осыны қарауға тура келеді. Аңсар KZ арнасына тіркелуіңізді сұранамыз. Бұл каналда Free Fire'ға стрим, челлендж және тағы да басқа қызықты видеолар шығады. Егер де сіз Free Fire мен челлендж ұнатсаңыз, онда осы каналға тіркеліңіз. Сілтемесі описаниеда болады. Ал біз видеоны бастаймыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Досымжан. Бүгінгі біздің видео топ 10 мобильді ойындар жайында. Біріне айта кетейін, бұл менің ғана ойым, сіздерге басқаша болса міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Бұл видео екі бөлікке бөлінеді. Біріншісі 10 мен 6 орын аралығында, екіншісі 5 мен 1 орын аралығында. Сонымен кеттік. Бізде 5 орында алып отырған ойын Score Hero. Бұл ойын карьерасы жаңа басталған ойыншы жайында. Бұл ойыншы ақша жинап өзіне керек заттар алады. Келесі сезонға өту үшін бапкердің әр айтқан сөздерін, нұсқаулықтарын орындап, командасына көмектеседі. Ең алдымен бұл ойыншы өзінің карьерасын нашар клубтарда бастайды, бірақ уақыт өте келе өзінің клуб карьерасын айқындап, керемет жетістіктерге жетеді. Сол себепті бұл ойынды осы топта болып отыр. 4-ші орын Shadow Fight. Бұл ойынды ойнамаған адам жоқ деп ойлаймын. Ең алғаш сенсің телефон сатып алған кезде көп адамдар осы ойыннан бастағанына сенімдімін. Бұл ойында біздің персонажымыз түсінікті ашашты көлеңке айналып кетеді біздің персонажымыз. Содан кейін бұл қайттан адамға айналу үшін Сегун отшельник сияқты көптеген главаға қарсы төбелесіп, одан кейін қайттан адамға айналады. Ал үшінші орын Special Forces Group 2. Бұл ойын Counter-Strike сияқты ойынның ережесі өте оңай. Қарсыластардың бәрін өлтіресің, көптеген ақша жинайсың, боттарға қарсы соқсасың, қарсыластардың санын көбейтуге де болады, уақытты көбейтуге де, азайтуға да болады. Тіпті боттардың аржасымен управлять етуге де болады. Ең алдымен бұяқта боттарға қарсы өзінің шеберлігіңді арттырып аласың, одан кейін барып интернет арқылы басқа да керемет жұлдыздарға қарсы ойнай аласың. Егер де бұл ойынды жазып алсаңыздар, міндетті түрде сіздерге қызық болады деген ойдамын. Және де ол ешқандай пиар емес, шынымен де бұл өте қызықты ойын. Бұл Free Fire'дан да, кәдімгі Counter-Strike'дан да кем түспейтін ойын. Бұл жерде қарсыластардың бәрі де өте жақсы ойнайды, және де бұл жерде ойынның қиындылығын да өздеріңіз арттыра аласыз. Бәрі сіздің қолыңызда, жазып алыңыз, міндетті түрде өкінбейсіздер. Екінші орын бізде GTA San Andreas. Енді бұл ойынды ойнамаған адам жоқ деп ойлаймын бұнда. Бұл да Shadow Fight сияқты өте қызықты танымал ойындардың бірі. Ең алғашта компьютер сатып алған кезде адамдар көбінесе осы ойындарға бастаған болатын. Бірақ та Rockstar Games бірақ ұзақ уақыт өте келіп бұл ойынды телефонға да шығарды. Әрине енді компьютерде қызық болмайды, бірақ та сонда да бұл ойын өте қызықты ойындардың бірі. Бұл жерде миссияларды кәдімгідей орындайсың, GTA сияқты бандаларға қарсы төбелесесің, полициялардың бәрін тасталған шығарасың, полициядан қашасың. Бұл жерде қысқасы бұл таза компьютердегідей, бірақ та сәл графикасы төмен, және де кішкене де болсын, кішкене басқашалау, және сәл қиынырақ деп айтсақ та болады. Ал бізде қазір топ 6-ші орынға келмей тұр. Бұл топта болмаған ойындар жайлы айтайық. Бұл жерде ойында болмағандар міндетті түрде Wrestling Revelation, UFC, Dream League Soccer және тағы да басқа ойындар болмады. Сіздер қандай ойынды ұмытып кеттік, соны комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Ал біз қазір 6-ші орынға кезек береміз. 6-ші орын бұл жерде Beach Buggy ойыны. Beach Buggy ойыны бұл жерде ең алғаш шыққан ойындардың бірі, сенсор телефонға. Сол себептен де бұл ойынды ойнаған адамдар көп деп ойлаймын. Бұл жерде 6 адам бірін-біріне қарсы жарысатын болады. Кім бірінші финишке жетсе, сол жеңімпаз. Бұл жерде 2 айналымнан бұл жерде тек қана жарысудан басқа бұл жерде дәл тигізу және жылдамдыққа жарысады. Және тағы да басқа сондай қызықты ойындар болады. Бұл жерде бірінші орын болып келу үшін неше түрлі әдіс-тәсілдер қолданады. Немесе жылдамдықты қолданады, немесе май жарып кетеді жолға, немесе қарсыластардың рулін қолданып кетеді, және де оны гравитация орнатып, оны аспанға ұшыруға жібереді, және де бұл жерде өзіңе щит алып алсаң да болады. Сол себепті бұл ойын өте қызықты ойындардың бірі. Ал сонымен бұл видеоның аяқ жағына ұнатты деген үміттемін. Ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. 20 лайк жиналса міндетті түрде екінші часть шығады. Сіздермен болған Досымжан. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.